Ертеде мысық пен тышқан өте тату, араларынан қыл өтпес дос болыпты. Олар тапқандарын бөліп жеп, ойнап күліп өмір сүріпті. Сол кезде адамзат жыл мүшелерін белгілеу үшін бір жылы хайуанаттардың барлығын жинап сайлау өткізбек болыпты. Бұл сайлауға хайуанаттардың барлығы қатысу керек екен. Ертең сайлау өтеді деген күні ұйқышыл мысық таңертең ұйықтап қалып сайлаудан қалып қоярмын деген оймен қағылез досы тышқанға: ағайын, ертең сайлауға бірге барайық, ұйқымның қаттылығын өзің білесің ғой, таңертең мені сөзсіз оятып өзіңмен бірге ертіп кет депті. Қам жеме мысық аға, мен таң атпай оянғанымен сені оятпай қайтып жалғыз барамын деп. Бірақ ол түнімен ойға батып, сайлауға қатысатындардың саны көбейіп кетсе, маған жыл тимей қалуы мүмкін деген байламға келіп, тышқан ұйықтамапты. Ертесіне таңертең алаң елеңнен орнынан тұрып қасындағы мысықты оятпай, өзі жалғыз сайлауға кетіп қалыпты. Сайлау барысында тышқанның жолы оңынан келіп, 12 жыл мүшелдің біріншісі болып сайланыпты. Тышқан қайта оралғанда орнынан енді тұрып, керіліп, созылып жатқан мысық: сайлауға қашан барамыз деп тышқаннан сұрапты. Әлі ұйықтап түс көріп жүрсің бе? Тышқан мазақтай күліпті. Сайлау аяқталғалы қашан, мені сайлады ғой, біріншілікті қолдан бермедім деп мақтанып, мысықты мазақтап күліпті. Мен неге оята салмадың деп мысық ашуланып. Ұмытып кетіппін дейді тышқан. Ашуланған мысық мұртын едірейтіп, оңбаған бетсіз тұқымыңды құртайын деп оқша атылып барып, тышқанды бас салып қылғындырып өлтіреді, жеп қояды. Бірақ мысық әлгі тышқанды өлтіргенімен жыл мүшелікке ие бола алмай қалыпты. Сөйтіп күні бүгінге дейін мысық тышқанды көрсе болды, бас салып мылжа-мылжасын шығарып жеп қоятын болыпты.